Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бұл видеода оқушының зейінін сабаққа аударатын қызықты ойын түрін көрсетемін. Бұл ойын түрін ашық сабағыңызда сергіту сәтіне немесе тапсырмалар орындауға қолдануға болады. Видеоны таппай қалмау үшін тіркеліп қойыңыз. Бұл ойында оюдың суретімен текше қолданылады. Дәл осы оюлар салынған кілемше қолданылады. Және де тура осы оюлардың суретімен қиылған қағаздардың артына тапсырмалар немесе сұрақтар жазып тақтаға ілінеді. Ал енді ойынның шартына көшейік. Оқушыларды топтастырасыз ба, әлде жеке-жеке шығарасыз ба, ол өз қалауыңыз. Ойынның шарты бойынша оқушы текшені лақтырады, қай ою түрі түседі, оқушы барып тақтадан сол оюдың суретін алады. Ол оюдың артына сұрақ жазсаңыз, сұраққа жауап беру керек, тапсырма жазсаңыз, тапсырманы орындау керек. Егерде сұраққа жауап беріп тапсырма орындалса, оқушы барып кілемшеден дәл сол оюларды басып секіріп өтеді. Ал егерде оқушы сұраққа жауап бере алмаса, осы жерден ойыннан шығып, орнына барып отырады. Сұраққа дұрыс жауап берген оқушы кілемшеден дұрыс басып өтуі керек. Секіріп өту барысында қате секіріп дұрыс емес басып қалған оқушы да ойыннан шығып орнына отырады. Сұрақтарға дұрыс жауап беріп, кілемшеден жаңылмай өткен оқушы жеңімпаз атанады, немесе келесі турға өтті десеңіз де болады. Ал бұл текше мен кілемшені сергіту сәтіне қалай қолданамыз? Сергіту сәтіне қолдану кезінде мұнда тақтаға сұрақтар ілмейсіз. Тек қана текше және кілемше. Текшені лақтырып, түскен оюдың ізімен кілемшеден секіріп өтеді. Бұл оқушыларға өте қызықты ойын болады. Қолданып көріңіз. Қызықтылығының арқасында оқушының есінде тапсырмалар мен сұрақтар жақсы сақталатын болады. Тақырыбыңызға байланысты оюдың орнына басқа да суреттерді қолданып та көріңіз. Құрметті ұстаз, осындай видеолар сізге қажет болса және қызықты болса, каналға тіркеліп алыңыз да қарап жүріңіз. Назарларыңызға рахмет.